Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге бисквитті торт дайындаймыз. Бұл тортты жасау оңай, әрі кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіреді. Видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі торт жасаудағы өзім білетін пайдалы ақпараттарды сіздермен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің бисквитіміздің арасы толықтай пісіп, осындай үлпілдек болып шығатын болады. YouTube каналымда және де Instagram парақшамда әртүрлі торттардың рецептері бар. Соларды да қарап көруге кеңес беремін. Және де парақшаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі ауызда еритін осындай өте дәмді болып шығатын тортты жасауға кірісейік. Ең алдымен таза құрғақ шыны ыдысқа 5 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын ажыратып саламыз. Бисквит жасаудағы ең алғашқы айтар кеңесім, ыдыстарыңызға мән беріңіз. Ыдыстардың түбінде қалып қойған май, бір тамшы су болсын, болмау керек. Міндетті түрде құрғақ ыдыс болу керек, және де миксеріңізде құрғақ болсын. 5 жұмыртқаның сары уызына 150 грамм өлшенген қанттың шамамен 120 граммын салып, миксермен араластырамыз. Шамамен 20-30 грамм қант келесі ақ уызға қалуы керек. Біздің сары уызымыз осындай әппақ көбікке айналды. Енді ақ уызды көпіртеміз. Шай қасықтың ұшында шамамен 1-2 шымшым тұз салып, оны да миксермен араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз аздап қана көпіршіктене бастаған соң, жаңағы қалған қанттың барлығын салып, ақ уыз өз формасын ұстап тұра алатын тығыз болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Дайын болған ақ уыздың шамамен жарты бөлігін жаңағы сары уыздың үстіне салып, аздап қана араластырып аламыз. «130 грамм ұнның азғандай бөлігін және де 1 шай қасық қобызғышты елекке салып өткіземіз. Бисквиттің қамырын араластырған кезде қатты араластыруға болмайды. Себебі жаңағы біздің көпіршіткен жұмыртқамыз басылып, бисквит үлпілдек болып шықпай қалуы мүмкін. Ұнды араластырып болған соң, тағы да аздаған ақ уыз салып араластырамыз. Жаңағы 130 грамм ұнның қалған бөлігін және де 30 грамм крахмалды електен өткіземіз. Бисквиттің қамырын дайындап жатқан кезде духовканы 150 градус температураға қыздырып қоямыз. Қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп араластырыңыздар. Ең соңында бүкіл ақ уызды салып, барлығын біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Бізде осындай бисквиттің қамыры шығуы керек. Диаметрі 20 см болатын осындай қалыпты алдын ала дайындап аламыз. Формаға қамырды салып, осылай силиконовый лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Қамырды қызып тұрған духовкаға салып, 20-25 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Бисквитіміз де пісіп шықты. Оның піскенін шпажкидің көмегі арқылы тексерсеңіздер болады. Шпажкиді бисквитке қадаған кезде құрғақ болып шықса, демек біздің бисквитіміздің дайын болғаны. Бисквитті духовкадан шығарған соң, алдымен оны бөлме температурасында өзінің осылай формасында жақсылап суытып аламыз. Содан кейін сыртындағы фольгасын алып, форманы осылай шешіп аламыз. Бисквит бөлме температурасында толығымен суып болған соң, пышақтың көмегімен оны 3 бөлікке бөлеміз. Біздің бисквитіміздің арасы осылай толығымен пісіп шығатын болады және де өте жұмсақ болып піседі. Сіздер де бисквитті дәл осылай дайындап көріңіздер. Мүмкіндігінше бисквитті пісіріп болғаннан кейін, оны пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып қойыңыздар. Сонда бисквитті бөліктерге бөлген оңай болады, әрі ұсақ түйіршіктері шықпайды. Ал енді бүгінгі бисквитті тортқа арналған кремді дайындаймыз. 200 грамм творожный сырды 100 грамм ұнтақталған қантпен араластырып аламыз. Сырдың түйіршіктері қалмауы керек, барлығын жұмсарғанша біркелкі етіп араластырып аламыз. Бөлек бір ыдысқа 33% сливкиді құйып, оны да миксердің көмегімен араластырып аламыз.
Сливкиді араластырмас бұрын оны мұздатқышта 10-15 минут жақсылап салқындатып алыңыз. Сонда біздің сливкиіміз жақсы көпіршитін болады. Сливкиді творожный сырдың үстіне бірнеше бөліктерге бөліп салып араластырамыз. Біздің креміміз де дайын. Дайын болған кремді тоңазытқышқа салып қойыңыздар, әйтпесе еріп кетуі мүмкін. Ал енді бисквиттің арасына құятын сиропты дайындаймыз. 100 грамм қантқа 150 грамм су құйып, 5-10 минуттай қанты ерігенше осылай қайнатып аламыз. Бұл сироп бізге қою болуы маңызды емес, жай ғана қанты еріп, 5-10 минуттай қайнаса жеткілікті. Тарелкаға бисквиттің төменгі бөлігін салып, жаңағы дайындап қойған сироптың 3/1 бөлігін осылай құйып шығамыз. Бисквитті торттың арасына міндетті түрде осылай сироп құю керек. Әйтпесе тортымыз құрғақ болып қалады. Дайын кремнің 3/1 бөлігін салып, видеода көрсетілгендей етіп тегістейміз. Бисквиттің ортаңғы бөлігін қойып, оғанда сироп құйып шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай бүкіл процесті көрсетіп өттім. Мен кремнің 3/1 бөлігін, яғни ең үстіне қалдырған бөлікті, аздап қана жағып, қалған бөлігін безендіруге алып қойдым. 100 грамм шоколадқа 1 ас қасық өсімдік майын құйып, микротолқынды пеште осылай ертіп алып, торттың шетін видеода көрсетілгендей етіп безендіріп шықсаңыздар болады. Және де қалған креммен осылай торттың бетін безендіреміз. Түрлі торттар жасаудың сан түрлі рецептін менің YouTube каналымнан таба аласыздар. Каналға тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басып, және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларды бірінші болып көре аласыздар. Тортты дайындап болған соң, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қалдыруға сіздерге кеңес беремін. Сонда крем бисквитке сіңіп, өте керемет дәмді болып шығады. Біздің тортымыз да дайын. Сіздерге торттың арасын кесіп көрсетейін. Осылай өз формасын ұстап тұратын өте керемет дәмді торт болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бисквиті өте жып-жұмсақ, креммен өте керемет болып үйлеседі. Сіздер де дәл осылай дайындап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Рецепт пайдалы әрі қызықты болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Маржан Дүйсен. Келесі шығарылымдарда жүздескенше.